Күні кеше ғана 8 наурыз мерекесі өтіп, құшағымыз гүлге, құлағымыз әдемі жағымды сөзге толды. Астанада президенттің қатысуымен Ару ана атты салтанатты кеш өтті. Сонымен қатар Алматы қаласында Ганди паркінде әйелдердің құқығына арналған феминистік митинг өтті. Бір жағынан Астанадағы концертке қарап, екінші жағынан митингтегі адамдарға қарап, құдды бір екі әлемде өмір сүріп жатқандай күйде боласың. Не керек? Теледидардан көрсетілетін әдемі картинка, айтылатын әдемі сөздер мен әндердің артында тасада қалып жатқан ащы шындық бар. Әлі күнге дейін әйелдер стереотиптердің құрбаны болып қала беруде. Бұл тасадағы әйелдер жобасы, және біз бүгін саясаттағы әйел тақырыбын тарқататын боламыз. Екі мың 22 жылғы мәлімет бойынша әйелдер жалпы халық санының 51,4%-ын құрайды. Біз көпшілікпіз. Түрлі салада бой көрсетіп, маңызды қызмет атқарып жатқан әйелдердің қатары артуда. Оны өзінің құттықтауында Қасым-Жомарт Тоқаев та атап өтті. Қазір қыздарымыз әлемнің ең үздік университеттерінде білім алып жатыр. Жаһандық компанияларда жұмыс істейді. Сан түрлі кәсіпті меңгерген әйелдер қоғамның әр саласында табысты еңбек етіп жүр. Олардың арасында мұғалім, дәрігер, мемлекеттік қызметші, тәрбиеші, тігінші және басқа да мамандық иелері бар. Халықаралық жарыстарда көк туымызды биікке көтерген спортшы аруларымыз да аз емес. Қаншама қыз келіншектер бизнеспен айналысып, мыңдаған адамға жұмыс ұсынып отыр. Мен баршаңызды мақтан етемін. Бірақ бұл тізімде министр, депутат, әкім әйелдер қайда? Ресми мәліметтерге сәйкес, Қазақстан Сенатында 9 әйел, мәжілісінде 28 әйел депутат қызмет атқарған. Ал үкіметтегі министрлердің қатарындағы әйелдердің санын экраннан көріп отырсыздар. Интернетте жарияланған ашық деректерге сүйеніп, әйел басшыларға шолу жасайық. 2020-2022 жылдар аралығында Гүлшара Әбдіқалықова алғаш рет облыс әкімі болып тағайындалды. 2019 жылдың 17 маусымынан 2022 жылдың 11 қаңтарына дейін Ақтоты Райымқұлова Қазақстан Республикасы мәдениет және спорт министрі болды. Денсаулық сақтау министрі қызметін Ажар Геният, еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрі қызметін Тамара Дүйсенова атқарады. Кадрлық өзгерістер нәтижесінде Зүлфия Сулейменова экология, геология және табиғи ресурстар министрі болып тағайындалды. Осы ретте замандастарымыз қандай әйел басшыларды білетіні туралы сауалнама жүргіздік. Қандай әйел саясаткерді білесіздер? Ондайлар білмеймін пока что. Жат болатын болды, бұл жайында шынында білмейді екенмін. Білмейді. Дариға Назарбаеваны ғана білем, басқаларын танымайды екен. Білмеймін, ешқайсысы. Өкінішке қарай саясатқа қызықпаймын. Ешқандай. Саясатқа мүлде қызықпаймын, қарамаймын. Саясаткер еркектерді білесіз бе? Білем. Ол кісінің қазір қандай лауазымда отырғанын білмеймін, бірақ Асхат Аймағамбетовті білем. Бұрынғы экс-білім министрлігінен депутат болу керек, Геннадий Шиповских. Сол кісіні білем, мен оларды білем, себебі Асхат Аймағамбетовтен алған дипломым бар, а Геннадий деген кісіні мен жайдарманнан білем. Сауалнамаға қатысқан жастар шынымен саясатқа қызықпайды ма? Не олар туралы медиада ақпарат аз ба? Әлде саяси аренада әйелдердің болмауы үшін жасалып жатқан бұл үлкен идеология ма? Алайда айналасы не айтып, қалай кемсітсе де, қай заманда да ерлермен тең түсіп, елін, жерін қорғаған, билікке араласқан ханымдар болған. Тарих үш бағытта жазылды. Біріншісі саясат тарихы, екіншісі соғыс тарихы, үшіншісі дін тарихы. Әлемдегі көптеген тарихшылар айтады, әйел әрине бұл үшеуіне де қатыспады емес,
бірақ осы үш тарихты да жасаған ер азаматтар болғандықтан тіптен тек қазақ тарихында емес, әлемнің тарихында да әйелдер тасада қалып отырды. Әрине қазақ тарихында әйелдердің теңдік мәселесі, әйелдердің құқығы мәселесін ашық түрде айтылмаса да, ол мына көшпелі, егер қазақ қоғамын көшпелі мәдениет құрылысы тұрғысынан қарайтын болсақ, ол жерде теңсіздік әйелдердің құқысы төмен болды деп айта алмаймыз. Себебі мысалы қарапайым ең үлкен соғыс жоңғарлармен болған соғысты алып қарайтын болсақ, Қабанбай батырдың жары Гаухар, ол да соғысқа қатысты. Ол да батыр болды. Одан ары баратын болсақ, мысалы егер саясат туралы айтатын болсақ, әрине саясатта мысалы Әбілқайырдың жары Бопай Ханшайым. Бұл кісінің тарихта, одан қалса оның ол туралы тарихи деректер, мәліметтер, тіптен сол кезеңдегі орыс шенеулігі Неплюевтің өзі ол әйелге ерекше баға береді. Өйткені сауатты, білімді, саясаткер, мысалы Әбілқайыр Неплюевпенен сондай бір жоғары деңгейде, кейбір кезеңде конфликттік деңгейде хат жазып жатса, Бопайдың хаттарында керісінше ол жаңағы Неплюевпенен еркін сөйлесе білетін, сондай бір такт дейді ғой, әдепті сақтай білген әйел ретінде сипатталады. Орта ғасырдағы исламдағы канондық мәтіндер негізгі ислам құқығына байланысты болсын 9-10 ғасырға дейін қалыптасады. Сол кезде мысалға пайғамбар заманында, одан кейінгі 4 халифтің тұсында, одан кейінгі әмәуилер, аббасилер билігі тұсында прецедент жоқ десек болады, билеуші мұсылман әйелдердің болуы. Ол кездегі теологиялық мәтіндердің көтерген мәселесі әйелдерден пайғамбар шыға ма, шықпай ма деген негізгі. Өйткені пайғамбардың тұлғасы бір шетінен діни лидер, екінші шетінен саяси тұлға. Екеу саяси билік пен діни билік бірге болған. Бірақ енді тарихта көреміз, мәмлүктердің тұсында, аюбилердің тұсында, Шажараты Дур деген билеуші әйел болған. Бірақ билігі ұзаққа созылмаған, бір 80 күндей билік жасап, кейін жанындағы уәзірлер төңкеріс жасап, оны өліммен аяқталған. Одан кейінгі Шыңғысхан династиясындағы Құлағудың билігі тұсында Илханилер билігі дейді, соған қарасы тұста белгілі бір аймақты басқарған Тұрхан Хатун деген кісілер болған, бірақ ол кісінің де билігі ұзаққа созылмаған. Кейін исламның центрі ретінде, орталық ретінде біз Османлылардың билігі тұсын алатын болсақ, регент деген ұғым бар ғой, яғни билікті алушы династияның жалғастыратын тақтың мұрагерлері өте жас болған кезде, балиғатқа толмаған тұста, уақытша соның атынан билік құрған белгілі бір аналары болған. Бірақ ол да түбегейлі тақты билеуші әйелдердің болмағандығын көрсетеді. Прецедент аз, өте аз. Және яғни ол тарихтағы, ислам тарихындағы болсын, батыстағы монархиялық билік болсын, ол кезде азаматтардың теңдігі, жаңағы қоғамдық келісім секілді жаңа мемлекет жайлы теориялар шықпаған кезде, сондықтан әйелдердің билікке келуі дұрыс бағаланбаған, дұрыс қарамаған оған. Өйткені патриархалды қоғам. Енді дәл қазір ислам әлемінде де әрине исламды, Құранды адам құқықтарының теңдігі тұрғысынан, инклюзия тұрғысынан және феминистік тұрғыдан қарастыратын жаңа зерттеушілер өте көп. Амина Вадуд дегенді айтсақ болады, Фатима Мерниси секілді ғалымдар шығып жатыр. Ислам феминизм бағытында. Олар дәстүрлі қоғамда діни мәтіндерді интерпретациялау құқығын көбінесе ер адамдар иеленіп келді, және әйелдерді міндетті түрде кемсіту болды деп санайды. Әйелдер қисық қабырғадан жаратылған, әйелдердің Құрандағы жаңағы куәлік ету, дау-шарды шешкен кезде де куәлік ету құқығы екі әйелдікі бір еркектікіне тең деген секілді шешімдерге негіздеп, әйелдер эмоцияға тұрақсыз, ақылы, кемшіндеу және нәзік жандылар деп айтып жатамыз, сондай деп ол түсініктеме берілген. Және ол қоғамдық белгілі бір мәдениеттің негізіне айналып кеткен. Яғни әйелдерді бір тек ер адамдардың фонында ғана бір болмысқа айналады деген түсінік. Содан болса керек, ислам елдерінде дәл қазіргі күйде бұл бір рефлексияланып жатқан әйелдерге қатысты
жаңаша көзқарастар енді туындап жатқан бір феминизм секілді бағыттар бар. Ол баста мысалы адам дүниеге келгелі бері шын мәнінде билік ол әйелдердің қолында болған. Мысалы ол мифологияда солай, архетип мифология бойынша ең бірінші матриархал болған. Сосын кейін ол патриархал қоғамға ауысты. Мысалы оның біз іздерін мынау мифология және қазақ ертегілерінен де қарауға болады. Қазақ ертегілерінде көбінесе мынандай кейіпкерлер бар: жезтырнақ, жалмауыз кемпір деген кейіпкерлер бар. Ал бірақ солар шын мәнінде сол матриархал қоғамдағы елді билеген әйелдердің образы екен. Ал оны мысалы патриархал қоғам билікке келгеннен кейін ол әйелдерді соншалықты жек көрінішті ретінде көрсеткен, қорқынышты ретінде. Өйткені егер мысалы мына әйел билікке келетін болса, ол осындай мыстан болады немесе жезтырнақ болады деген секілді сондай бір образ қалыптастырған. Егер біз бүгінгі қазақ қоғамын алып қарайтын болсақ, кейбір кезеңде оны ешқашан батыс Европаның немесе Америка құрама штатының, немесе Қытайдың, немесе Жапонияның әйелдерінің мәселесімен салыстыру мүмкін емес. Өйткені әрбір әйел тақырыбын, ер азамат тақырыбын айтқан кезеңде өте ұқсас. Өйткені ер адамдардың тарихы, ол тағы да қайталап айтам, саясат, соғыс, дін мәселесін айтқанда ортақтық общность дейді ғой, ортақтық табуға болады. Бірақ әр мемлекеттің ерекшелігі, әр қоғамның, ол әйел тарихында. Әр қоғамның әйел тарихының тағдыры әртүрлі болды. Және олардың жаңағы ұстанымы, дүние танымы, мысалы біздің қазақтың әрбір қазіргі уақыттағы, мысалы егер ру тайпалары туралы айтатын болсақ, ру тайпаларының аналары бар. Тіптен кейбір ру тайпаларда әйел адам ру тайпаның ұранына айналған жағдайлар бар да. Мысалы осындай мәселелер әлемдік деңгейде қазіргі уақытта мысалы көптеген мемлекеттерде 19 ғасырда жаңағы әйел адамды екінші орынға қойып, әйел адамды құлдыққа сату, тауар ретінде қарау мәселесіне мысалы қазақ қоғамында ондай болған жоқ. Алматыда 8 наурыз күні феминистердің ұйымдастыруымен зорлық-зомбылыққа қарсы рұқсат етілген митинг өтті. Бұл осымен 3-ші рет өткізіліп жатқан феминистік митинг, және мен де оған өзім дәстүр бойынша қатысып келдім. Бұл не деген сұмдық? Бұл не деген масқара? Мен бір затқа ғана қарсымын. Мына әйелдің саясатта рөл дегенде. Егерде ол әйел деструктивті мәселелермен айналысып, қоғамды бұзуға жұмыс жасайтын болса, сондай лидерлер болса, мен оған қарсымын. Әйел өзінің табиғатында ол қоғамды, отбасын, мемлекетті біріктіруші және соны дамытушы тұлға болу керек. Ал егерде ол оны ірітетін немесе оны бұзатын, сондай іспен айналысатын болса, онда әйелдік қасиет қалмайды. Себебі ол ана ғой, ана болғаннан кейін ол дұрыс затпен айналысу керек. Міне басқа жағынан мен барлық уақытта оны қолдаймын. Қоғам арасында түрлі эмоция тудыратын феминистік митингтердің әр жыл сайын көтеретін тақырыбы әртүрлі. Соған қарамастан әр жыл сайын биліктегі әйелдердің қатары көбейсін, саясаттағы әйелдердің қатары көбейсін деген плакаттармен шығатын қыз-жігіттердің қатары өте көп. Қазір мысалы әлемдік тәжірибеге қарайтын болсақ, мына бір өте әдемі тенденция келе жатыр. Лайым бұл осы посткеңістік елдерде, оның үстінде біздің Қазақстанға да жетсін деген арманым бар. Себебі бізде қазір өте жақсы толқын келе жатыр. Феминистік топтар, олар шын мәнінде олар жастар, олар расында да елге өзгеріс әкеледі. Өзгеріс әкелгенін қалайды, олардың шын көңілінен шығып тұр да. Мынау қазір жақсы тенденция дегеніміз, Молдовадағы әйел президент, сосын бар Финляндияда 35 жасында ма президент болды, ең жас президент әлем бойынша. Сосын Новая Зеландиядағы премьер-министр, ол да жас, 36 жасында ма премьер-министр болды. Олардың ерекшеліктері, олар мысалы билікте жүріп, тұрмысқа шықты, біреуі билікте жүріп, бала тапты. Сосын әрі қарай ол билігін өзінің қызметін жалғастыра берді. Бұл тенденция дегеніміз, өйткені олар бір жағынан әйелге тән қасиет бар,
екінші жағынан лидерлік қасиет бар. Елімізде болмаса да, өзге елдерде әйел президент, әйел басшылардың болуына құлағымыз үйреніп бара жатса керек. Өз кезегінде далаға шығып жастардан әйел адам президент бола алама дегенде өзім жағымды әсерге қалдым. Үлгеріп жатсаң, президент неге болмасқа әйел адамға? Жынысына қарай бөлге болмайды деп ойлаймын. Егер ол адам елді басқара алса, егер де оның құндылықтары жоғары болса, или ол өзіне сенімді болса, что елге жақсы өзінің нелерін қоса аламын дегендей. Сол кезде ол адам неге әйел адам болмасқа деп ойлаймын. Өзінің айтқанда тұра алу керек шығар. Ешқандай да сезімдерге, эмоцияға берілмей, адамды басқара алса, өзінің командасын, сонда президент болады. Неге жоқ? Болатын шығар. Ешқандай қарсылығым жоқ. Әйел адам болады президент, неге болмайды? Себебі ол кісі сол президентті дүниеге әкелген жоқ па? Қандай ол бастық болса да, иә, ол мысалы президент болсын, бірақ ол әрқашанда өзі төмен тұру керек, қандай болса да отбасын сыйлау керек. Президент болған қалаймын әйел адамның. Өте осы Қазақстанда президент болған қалаймын. Және ол әйелдердің құқықтарын қорғаған қалаймын. Өйткені Қазақстанда өкінішке орай көптеген әйелдер зардап шегуде. Әрине соңғы жылдар жақсарып келе жатыр. Бірақ та әлі де күшейту керек, әлі де күресу керек деп ойлаймын. Құдайға шүкір, қазір бізде қыздар оқу жағынан бірінші орында докторантураға түсіп, сол жағынан өздерін дамытып жатыр. Бірақ та саясатта, депутаттықта, әкімдікте, немесе ректорлықта өте аз кездеседі. Оның үстіне менің жаныма бататын полицейский деді де, не әйел адамдар аз. Бәрі еркектер, не үшін әйел адам болмасқа? Әйел адам президент болмасын деген адамды кездестірмедім десе де болады. Бірақ әйел адамның бойында қандай қасиеттерді бағалайсыз дегенде, мынандай қызықты жауаптарға тап болдым. Мейірман, кішіпейіл, биязы, дана. Қалай ойлайсыздар, бұл әйел болсын, еркек болсын, лидер адамға тән қасиеттер ме? Барлығына белгілі, бізде патриархал қоғам, яғни ер азаматтар, жалпы ерлердің құндылықтары Қазақстанда доминант, оны жоққа шығаруға болмайды. Енді бұл қанша ғасырлар бойы қалыптасқан дәстүрге айналып кеткен құндылықтар. Және бізде мынау тек қана саясатта ғана емес, қоғамның өмірінде, отбасылық өмірде жалпы әйелдерді бір екінші қатардағы адам ретінде қарау бар. Оны біздің мақал-мәтелдерімізден де көруге болады, жалпы күнделікті бала тәрбиесінен де көруге болады. Бұл адами әлеуметтік қарым-қатынастардың барлығы саясатқа әсер етпей қоймайды. Сондықтан ең басты фактор, менің ойымша, бұл мәдени, тарихи фактор. Яғни ер азаматтардың біздің қоғамда, жалпы біздің қоғамда ғана емес, тіпті демократиялық мемлекеттердің өзінде де жалпы ер адамдар доминант. Қоғамдық өмірде де, саяси өмірде де, экономикада, бизнесте де. Және 21 ғасырда ол трендтер өзгеріп жатыр. Оған феминизм де әсері бар. Одан бөлек енді тарихқа бір мыңжылдықтардың көзімен қарайтын болсақ, уақыт өте келе құндылықтар өзгеріп жатыр. Құндылықтар дұрыс бағытта дамып жатыр. Адамдар осы уақытқа дейін қалыптасқан нормаларды қайта қарап жатыр. Сондықтан адамзат баласының санасының, мораль деңгейінің өсуімен бірге бұл көзқараста өзгереді деген ойдамын. Және Қазақстан бұл өзгерістен тыс қалмайды. Екінші нәрсе, бұл бізде саясаттағы әйелдердің өздері де авторитар режимнің ойын ережесімен келісіп ойнайды. Сізге бір екі ғана мысал келтірейін. Президент сайлауында бізде 2019 жылы бірінші рет тұңғыш әйел кандидат болды. Дания Еспаева. Ол кісі өзінің берген интервьюдің бірінде президент болуға әйел адамнан гөрі ер адам лайық деген ойды айтты. Өзі бірақ саяси амбициясы бар адам ретінде сайлауға қатысып отыр. Соған қарамастан Тоқаевты қолдап шықты. Одан бөлек жалпы әйел адамнан гөрі президент адамның ер адам болған дұрыс деген ойды сайлау науқаны кезінде айтты. Енді осы былтыр ғана қараша айында кезектен тыс президент сайлауында бізде бір емес екі әйел президент кандидат болды. Екеуі де өздерінің амбициясының жоқ екенін мәлімдеді. Тоқаевты қолдайтындарын да мәлімдеді. Бұдан көретініміз, бұл әйел саясаткерлерді ойынға авторитар режим халықаралық қауымдастықтың алдында саяси ұпай жинау үшін, прогрессив билік ретінде көріну үшін жасап отыр.
бұл Қазақстанның авторитар режимі ойлап тапқан ноу-хау емес, бұл саяси трюктарды кезінде әлемге жасап жатыр. Африка мемлекеттерінде, Латын Америкасында, тағы да басқа авторитар мемлекеттерде қолданады. Ол бүгін ғана көрінген көрініс емес, тек қана Қазақстанда емес, негізгі саясатта, былай халықаралық тәжірибені қарасақ, көп елде әйелдер аз. Ол ұлттық өзінің дәстүріне байланысты, тәрбиеге байланысты, және ұлттық саяси жүйеге байланысты. Мысалы, Қазақстанда әйел бостандығы, әйелдің құқығы, әйелдің өзінің кең жүруі бүгінгі күнде шеттелді деп айта алмаймыз. Қазақстанда әйелдің жағдайын көрсеткен заңдар бар. Конституциядағы көрсетілген ережелерде әйел мен ер азаматтардың құқығы тең. Бірақ көп әйелдер осы жаңағы айтқан жаймен қатыса алмайды. Ол бір, тағы бір ол әлеуметтік жағдайлары, үй тұрмыс жағдайлары. Неге десеңіз, әйел азамат ол жай тек қана саясатқа қатысу емес, ол өз негізгі кәсіби жұмысымен айналысу керек. Ол өзінің отбасының жағдайын шешу керек. Балаларының, өзінің жұбайының, ата-аналары болса ата-аналардың, оның үстіне саясатқа кірсе, әйел бүгінгі күнде 3 сменада жұмыс жасайды деп айтуға болады. Саясатқа кірсе 4 сменада, сонда қашан үлгереді. Сондықтан тұрмыстық мәселе шешілсе, әйелдің қолы көп еңбек күш керек, уақыт керек жағдайдан босаса, әйелдер көбірек қатысушы деп ойлаймын. Бірақ жаңағы айтқан саяси жүйе бүгінгі күнде әйелсің ба сен, ер азаматсың ба сен, Қазақстанда саясатқа қатысуға мүмкіншілік бермейді. Бүгінгі күнде саясатта кімге рұқсат берді, кім билікпен келісті, кім билікке қарсы емес, кім билікті жақтап сөйлейді, биліктің сөзін ұрандатып айтады. Солар өздерінің саяси амбициясын іске асыра алады. Кеңістік елдерді, оның ішінде біздің Қазақстандағы саясатта жүрген әйелдерді қарайтын болсақ, олардың әйелдеріне қарап, міне олардың саясатқа келетін, билікте жүрген әйелдердің психологиясы осылай болады деген оларға қарап жауап айту өте қиын. Себебі бізде қазір мысалы Қазақстандағы билікте саясатта жүрген әйелдер шын мәнінде өздерінің бір балалық арманы, жас кезіндегі осы бір қоғамдағы осы бір кемшілікті өзгертсем деген ол арманнан туған мақсатын орындау емес. Ол біз шын мәнінде ол билікте жүрген әйелдердің бір биліктегі ер адамдардың өзінің креслосын ұзақ ұстап тұру үшін соларға көмектесетін бір құрал ретінде ғана көруге болады. Барлық мынау назар аударатын дүние детальдарда. Сол себепті біз тек қана әйел болған үшін саясаткерлерді қолдайық деп, мысалы президент сайлауында сондай лозунгтар болды. Лозунгтарға өз басым қарсы болдым. Мен ол қарсы болған себебім әйел кандидаттар болған үшін емес, авторитар режимнің саяси ойынын іске асыру үшін атсалысқандарына қарсы болдым. Сондықтан бұл жерде ара жігін ажыратып алу керек. Жалпы неліктен біз саясаткер әйелдерді қолдауымыз керек? Жалпы Қазақстанның президенттікке сайлауына 2009 жылға дейін бірде-бір әйел өзін кандидат ретінде ұсынбаған болатын, қатыспаған болатын. Бірақ та сол шыны төбені сындыруға тырысып көрген үшін мен Дания Еспаеваны сыйлаймын. Ал ол сайлаудың қаншалықты шынайы болды, әділетті әділетсіз болдың бағасын беретін мен емес. Мен жалпы әйелдердің саясатқа араласуы неге маңызды екенін қарайтын болсақ, саясатпен әйелдер қашаннан бері араласып келе жатыр. Соңғы 100 жылда болған жоқ. Ал еркектер саясатпен қашаннан бері араласады. Еркектер саясатпен адамзат пайда болғалы. Біздің ойымыздағы, біз қазір білетін мемлекет құрылымынан бері еркектер саясатпен айналысады. Ал әйелдер ше. Әйелдерге сайлау және сайлана алу құқығын өзі Қазақстанға 1924 жыл ғана құқықтық тұрғыдан берілген болатын. Осы 100 жылдың ішінде Қазақстан тарихында қанша әйелдер саяси билікте болды? Қаншауын айтып бере аласыз, атын атап бере аласыз? Өте аз. Сіздің саусағыңызда.
оған артық болуы мүмкін санағыңыз келсе. Яғни біз неліктен саясатта әйелдерді араласыңдар? Саясат әйелдің ісі. Саясат тек қана еркектің ісі емес, шешім шығаратын жерде әйелдердің үні маңызды деп мың мәрте айтқаннан көрі, оған байланысты бірнеше мемлекеттік бағдарламаны қабылдағаннан көрі, бір ғана әйелдің саяси жарысқа қатысуы, өзінің кандидат ретінде ұсынуы керемет таптырмас үлгі. 3 жылдан кейін, Дания Еспаевадан кейін президенттің кезектен тыс сайлауында бізде әйел кандидаттардың саны 2 болды. Яғни 2 есе артты. Ол біреу Салтанат Тұрсынбекова, біреу Қарақат Әбден. Қаншалықты ол кандидаттардың жемен қолдауына байланысты келетін болса, бізде Қазақстанда саяси плюрализм бар, яғни пікір алуандылығы қолдалады. Сіздің пікіріңіз кімді жақтайсыз? Салтанатты ма, Қарақатты ма? Мен пікірім көбінесе жеке құндылықтарына байланысты Салтанатпен сәйкес келгендіктен мен Салтанат Тұрсынбекованы қолдаған болатын. Бірақ та мен осы қолдағаным үшін әлеуметтік желілерде өте көп буллингке ұшырадым. Маған қойған сұрақ: неліктен сен Ақорданың ойыншық саясатына ілескен әйелдерді қолдайсың деген сияқты пікірлер болды. Мен онда дәлелдегім келгені, айтқым келгені, әйел саясаткерлерді саясатқа әкелгіміз келсе, саясатпен әйелдердің көбірек айналысқанын қалағымыз келсе, саясатта әйелдердің өміріне қатысы бар, әділетті, әлеуметтік тұрғыдан әділетті заңдардың шығарылғанын қаласақ, біз ол жақтағы әйелдердің үлесін арттыруымыз керек. Қалай арттырамыз? Үлгі көрсету арқылы. Әйелдердің саясатқа араласуына қатысты маңызды құжаттардың бірі Қазақстан Республикасында 2006-2016 жылдарға арналған гендерлік теңдік стратегиясы. Феминита ұйымының тең басшысы Гүлзада Сержан 2018-2019 жылдары әйелдердің саясатқа, шешім қабылдау деңгейіне араласуына қатысты зерттеу жүргізеді. Бір қызығы, гендерлік теңдік стратегиясында 10 жылдың ішінде билікке араласқан әйелдердің үлес салмағы 30%-ға артады деген нақты индикатор қойылған. Гүлзада Сержан өз зерттеуінде осы индикаторға қол жеткізуге мүмкін болды ма деген сұраққа жауап іздейді. Сонымен қатар біз көңілге еске алатын нәрсе, ол кезде біз мажоритарлы сайлауды бәрін артқа тастап, ол жерде бізде тек қана партиялық тізіммен өтетін жүйе болатын бізде. Сайлауда бәрі жабық, партиялық тізімдер жабық түрінде қабылданады. Содан жаңағы көп орынды Нұр Отан өзіне алады. Мысалы 80%-дай орын, қалған 20% басқа партияларға тисе тиді, тимесе тимеді. Сондай бір жағдай кезеді. Содан Астанада отырған жүйенің басшылары ойлаған, біз жоғарыдан бұйрық береміз, тізімді құрған кезде 30% қып тізімді жасаңдар деген жоғарыдан не түскен. Нұр Отанның офисіне кіріп сұраған кезімде, сол кезде сол жерде жұмыс істейтін кісілер партиялық тізім жасаған кезде папкаде барлығын жинайды екен, партиялық резервті жинаған кезде соның 30%-ын әйел қылып ұстап отырады екен. Сонда олардың портфолиосында 30% әйел, 30% ер адамдарды кәдімгі жинап, партиялық тізімді алға дайын отырады екен. Мысалы, бер мәслихаттың депутатын бер, мәжілістің депутатын бер дегенде оларда дайын тізім бар. Сөйтіп солар балансты солай сақтайды екен. Оның бір әсері 10%-дан төмен әйелдердің деңгейін, енді мысалы 2006 жылға дейін төмен болған деңгейді 27%, 25%-ға дейін көтеруге солай жасанды түрде тізімді құру арқылы, жабық тізімді құру арқылы қол жеткізген. Бірақ 30%-дан аспайды. Өйткені сіздің тізіміңізде 30%-дан аспайтын әйел тұрғандықтан, сіз асып кететін әйел таппайсыз ғой. Негізі нені құрған кезде 50% әйел, 50% ер адам қылып қойып, солай таңдап алса, онда мүмкін сол кезде 30-дан асу мүмкіндігі туармайды. Бұйрықты оны кейбір облыстар потенциалына қарай, мысалы сол жерде бір сол мүмкіндікті байланып қалатын әйелдер бар болғаса, оны толтырады. Мысалы Қостанай сияқтыларда оларды 30-дан асыра әйелдер кіріп жатты да. Ал Шымкент сияқты, мысалы Шымкентке барғанда, ол жердегі адамның айтқаны, Нұр Отанның саяси бөлімінің адамы, біздің облыс тек қана осы ер адамдардың позициясын бермей, Астанаға қарсыласып, олардың бұйрығын орындамай отырған жалғыз облыспыз дейді. Қалғандардың бәрі беріп қойыпты. Олар 30% құр десе, тізімдерін 30% әйелдер тауып алып отырыпты. Мына жерде Шымкенттің ер адамдары өздерінің тізіміне әйелдерді кіргізуге қарсылық білдіріп, кіргізбеуге тырысады екен.
біздің Қазақстанның жаңағы гендерлік стратегиясында қойылған индикаторларға жетпедік. Ол индикаторға жету жаңағы біздің қолданып отқан әдістер арқылы жету мүмкін емес, өйткені әдістері жұмыс істемейді. Өйтіп жоғарыдан сен 30% қос дегеннен ол аяқ астынан әйелдер пайда бола кетіп, сол жерге кіре кетпейді. Енді сен ешкім, бүкіл халық білмейтін тізіміңді тек қана жаңағы сол тізімді құрап отқан адам ғана білетін нәрсен кім барады оған? Қалай барады? Ол өзі жаңағы әй бергел деп әкім өз қалаған адамды шақырып отыр. Бір несі, енді біз құтты бір бәріміз байқамай қалатындай, олар алады да 2017 жылы жаңағы әйелдердің жаңағы комиссиясы бар ғой біздің, жаңағы демография және бірдеңе отбасы деген комиссиямыз, ұлттық комиссия, әйелдердің ісіне қатысты. Сол комиссия жаңағы біздің осы үкімет басы барлығы қосылып отырып тағы бір не қабылдайды? Гендер және отбасы концепциясы деген. Сол жерде енді жұқалап жаңағы 2030 жылы мүмкін 30%-ға жетіп қалар мекен біз деген сияқты. Ол жерде енді жаңағы гендерлік теңдік деген стратегиядағыдай 16 жылы 30%-ға жеткіземіз деген сияқты қоймайды. Мемлекет басшысы 2020 жылы саяси партиялар туралы заңға өзгеріс енгізеді. Бұдан былай 30%-дық квотаны әйелдермен қатар жастарда бөлісетін болады. Бірақ биылғы өзгерістерге сәйкес бұл 30%-дық квотаның ішінде әйелдер, жастар және мүмкіндігі шектеулі азаматтар бар. Жалпы квота дегеніміз не, оның қажеттілігі қанша, бұл әйелдерді шектейтін, дискриминациялайтын нәрсе ме? Бұл туралы мамандардың пікірін сұрап көрдік. Мысалы, көп адам квота десең, әсіресе жаңағыдай білімі бар, сол адамдардың бәрі шошып не дейді, керек емес. Сендер оны әйелдерді кемсітіп жатсыңдар дейді. Енді менің байқағаным, енді әйелдер өзінің әділетсіздікке көп ұшырайтынын сезінеді. Сөйтеді да өзінің күшін дұрыс бағалай біледі. Өзінің алдында 100 кедергі кездесетінін біледі, соны шешу өте қиын, ауыр жұмыс екенін сезеді. Соған мемлекеттен көмек берсе деп менің жаңағы сұрағымдағы бірде-бір әйел жоқ, маған мемлекеттен ешқандай көмек жоқ. Өзім барам да жаңағы саясатқа араласқым келсе, саясатпен араласып кетемін деген бір әйелді кездестірмедім. Тура 10 жылдық білім алып жатыр, одан кейін 5 жылдық білім алып жатыр, мемлекет бөліп жатыр, не керек енді саған деген сияқты әңгіме. Оның бәрі әшейін бос әңгіме, сен қазір болып тұрған нәрсені көрмей, білмей, өтірік қана сезбей өтсін. Егер де бәрі дұп-дұрыс болса, 50% әйелдер отыратын еді қазір. Министрлердің 50%, әкімдердің 50% отыратын еді. Неге отырмайды? Яғни бір кедергілер бар. Тура сондай соны жұмыс істей алатын адамдар жүр ғой қасында. Не болып, көмекші болып жүр қасында. Бүкіл ауыр жұмысын істеп береді. Тек қана шешім қабылдайтын жаңағыдай жоқ болады, болмайды деп айтатын жерінде ер адам отырады. Әлемде парламентте әйелдердің үлес салмағы басым елдердің бір ретінде көбісі ойлайды, мынау демократиялық мемлекеттер шығар деп. Шын мәнісінде ол мысалы Руанданы алуға болады. Африкадағы мемлекет, бүкіл әлем біледі Руанданы, қаншама қайғылы оқиғалар болған. Дегенмен де Руанданың парламентінде әйелдердің үлес салмағы өте көп. Және бұған қарап Руанданы біз адам құқықтарының барлығы сақталатын, әйелдердің бүкіл бостандықтары мен құқықтары құрметпен қарайтын мемлекет деп айта алмаймыз. Бірақ қарасаңыз парламентте әйелдердің үлес салмағы көп. Өйткені 2003 жылы ол жақта қабылданған конституция бойынша әйелдерге квота беру, барынша әйелдердің саясатта көрінуін қамтамасыз ету үшін жасалған өзгерістер болды. Бұны ғылымда gender washing деген терминмен сипаттайды. Яғни гендерді саяси мақсатта авторитар режимдердің қолдануы. Біздің Қазақстандағы авторитар режимде бұдан кетер емес, оны қолданып жатыр. Бізде 30% квота деген бар. Өз басым квотаға қарсы емеспін. Квота бұл қаншама жылдар бойы үні естілмеген, құқықтары басып жанышталған адамдардың саясатқа, экономикаға, бизнеске, жалпы қоғам өміріне айналысуына мүмкіндік беретін басымдық. Бұны енді бүкіл әлем қолданады, дамыған мемлекеттерде қолданады. Дегенмен Қазақстанда бұл көп жағдайда gender washing үшін қолданады. Яғни
гендерді саяси мақсатта қолдану үшін қолданады. Сондықтан бұл жерде біз әйелдерге 30% квота берілу арқылы Қазақстанда әйелдердің құқықтары қорғалып жатыр, әйелдерге жаңа мүмкіндіктер ашылып жатыр. Саясатта оларға жаңа мүмкіндіктер ашылып жатыр деп айта алмаймыз. Өйткені сол 30% квотаға кіретіндердің ішінде жастар да бар, одан бөлек мүмкіндігі шектелген азаматтар бар, және тағы айта кететін жайт, ол 30% тіпті әйелдердің жалпы тек қана әйелдерге ғана берілген күннің өзінде, ол әйелдер кімдер болады? Патриархал құндылықтарды қолдайтын, қазіргі авторитар режимнің ығынан шықпайтын, олар сызып берген рамкаде ғана саясатпен айналысатын әйелдер болатын болса, онда Қазақстанда әйелдердің жағдайы өзгермейді. Қазақстанда зорлық-зомбылыққа тосқауыл болатын, әйелдерге барынша дискриминациялық сипаттағы кедергілерді алып тастайтын заңдар қабылданбайды. Ол әйелдердің барлығы тек қана өз саяси карьерасын жасау үшін, тек қана түр сипаты ғана әйел, бірақ құндылықтары, саяси тәсілдердің барлығы патриархал қоғамның өкілінің ғана тәсілдері болады. Сондықтан бұл жерде біз декоративті тәсілдер үшін Қазақстанда бір гендерлік теңдік шын мәнісінде орнап жатыр деген алдамшы саяси трюктарға алданбауымыз керек. Енді квота деген бұл халықаралық тәжірибе. Елде кейбір адамдардың тобы саясатқа нақты қатысуға мүмкіншілігі болмаса, квота арқылы енгізіп, олардың құқығын, олардың дәлелдеп отырған, көздеп отырған мақсаттарын сол жерде шешім деңгейге жеткізуге мүмкіншілік беру рәсімі ғой. Бірақ мысалы квота арқылы кейбір елде осы әйелдерді саясатқа келді. Сонда әйелдер мына сайлау органдарда жұмыс жасап, әйелдердің проблемаларын сонда көтере алды. Ал біздің Қазақстандағы квота оларға тең келмейді. Халықаралық тәжірибеге сүйенсек, одан айырмашылығы бар. Оның айырмашылығы неде? Біздің Қазақстанда 30% әйелдер және жастар деп бекітілген ең бірінші. Сонда біздің өткен сайлауда партиялар қалай оны түсінді? 30%-қа жартысы әйел, жартысы жастар деп былай түсінді. Не болмаса 30% жас әйелдер деп түсінді. Сонда тәжірибесі мол, кәсіби деңгейі жоғары, білімі жоғары әйелдер тысқа қалып қалды. Сол парламенттен кейбір сондай білімді білікті әйелдер бұрыннан келе жатқан кетіп қалды. Жас әйелдер келді де, міне осы 2 жылдың арасында өз-өзін көрсете алмады. Сондықтан әйелдер саясатта не істейді, түкті істей алмайды деген жағдайға тағы келіп отырмыз. Онда айту керек. Ал енді соңғы кезде осыған еще мүгедектер де енгізіп отыр. Сонда қазіргі портрет осы квотаның арқасында жас, мүгедек әйел деген портрет. Мен сол дұрыс емес. Меніңше бүгінгі күнде тек қана әйелдерге арналған квота болу керек. Тәуелсіздігіміздің 32 жылында шешімін таппаған мәселелерді бір бағдарлама аясында шешеміз деген әбестік болар. Десек те біз талпынып көрдік. Сіздер де бағдарламаны аяғына дейін қарап, қандай да бір ой түйдіңіздер деген сенімдемін. Пікіріміз сәйкес болмай жатса, комментарийда өз ойларыңызды жазып кетіңіздер. Бұл тасадағы әйелдер жобасы және оның алғашқы бөлімі саясат және әйел тақырыбына арналған болатын.